Қазақ білген келесі аңыз. Келесі бір аңызды айтайық. Көшен дені кезінде гун ариде шежірелік ақпараттың әукімін бастайды. Әукім түріктің әсерімен іске асады. Түрік гунның басына орналасып екіге айырып, жанынан құнның сыңарын тұрғызады. Түрік арқанды еселеп гуннен бөлінеді. Гун екіге айырылып, сірімнің арт жағынан пайда болады. Түрік гуннан шежірелік ақпаратты көшіріп болып, шетіне шыққанда құн гуннан бөлінеді. Сөйтіп, құнның бойындағы шежірелік ақпарат гунның бойында болған шежірелік ақпараттың дәлме-дәл көшірмесі болып шығады. Көшен кезінде құнның бойындағы жүздердің орналасу тәртібімен гунның бойындағы жүздердің орналасу тәртібі айнымай ұқсап орналасады. Сондықтан гун мен құнның бойындағы жүздер ұлы жүзге мың жүз, орда жүзге кіші жүз, мың жүзге ұлы жүз қарама-қарсы орналасады. Көшен дені кезінде дәл осындай заңдылықтың арқасында жүздер шежірелік ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа дәлме-дәл етіп беріп отырады. Көшен кезінде рудан қандай шежірелік ақпараттың көшірілуіне байланысты құнның болмысын құрайтын шежірелік ақпарат тасуға керекті нұқ, ари, арикөш, құнтеңір, сақ құндардың шежірелік ақпаратты сақтай әрі таси білу қабілетіне қажеттілік пайда болады. Осы қажеттілікті қанағаттандырып, нұқ, ари, құнтеңір, сақ құн секілді төрт ірік шежірелік ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа тасиды. Бұл керемет аңыз, кешегіні бүгінгімен жалғастырған дәлелге толы аңыз. Сенбесең осы айтылғанның бәрін аңыз болып айтылып жүрген дәлелдерімен салыстыр. Сенесің, қазақ білген ақиқатқа сенбесіңе амал қалмайды. Көшен кезінде жүретін шежірелік ақпарат көшінің қалай жүретінін анықта. Шартарапқа ақпарат тарат, қабілет болсын, қасиет тусын, өмір сүр. Көшен кезінде жүретін шежірелік ақпарат көше білген адамға меңзеу, тіршіліктің көшімен қонымы, шежірелік ақпараттың көшімен қонымы, әр көштің ақиқаты өзіне деме тұтастырып көш түзе. Көшен кезінде жүретін шежірелік ақпарат көші заң, ақ, қа, сақ, құн, гун, нұқ, ари, теңір, ұлы жүз, орда жүз, кіші жүз, қырық жүз, мың жүз, ел, тұғиян, баба, тамыр, теле, тағысын тағы болып құдіреттеніп кететіндіктен шежірелік ақпараттардың ақиқатын анықта, ұлы ілімің шежіре құрдымға кетіп жүрмесін. Көшен кезінде жүретін шежірелік ақпарат көшінің заңдарының ақиқатын ақиқаттап жүрмесең, саған тиесілі ақиқат ешқашан болмағандай болады. Көшен көші шежіре көшімен тоғысып, өмірді ақиқаттап ілім тудырады. Көшен кезінде шежірелік ақпарат алмасу көшін жүргізе біл, ақиқатты табасың. Көшен кезінде жүретін шежірелік ақпарат көшінің мәні мен мағынасы, себебі мен салдарын біл. Көшіп ен, шежіре тарихыңды жаз, жаратылу тарихыңды жазасың. Көшен кезінде жүретін шежірелік ақпарат көшінің қалай жүретінін анықта. Шартарапқа ақпарат тарат, қабілет болсын, қасиет тусын, өмір сүр. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 80-ші бет.